Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін ашытуды қажет етпейтін айраннан пирожки дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, ұнап жатса лайк басып және тіркеліп кетіңіздер. Шай қайнағанша дайын болады. Бізге бір жұмыртқа қажет. Оның үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. 2 шай қасық шекер саламыз. Енді араластырып аламыз. Осының үстіне 300 грамм айран құямыз. Енді үстіне 2 немесе 3 шай қасық өсімдік майын құямыз. Енді осы қоспаның үстіне жарты шай қасық ас содасын саламыз. Сода мен айран араласып көпіршиді. Осы кезде алдын ала елеп алған ұнымызды саламыз. Енді араластыра отырып қамырымызды елейміз. Осылай елеп аламыз. Қамырымызды елеп болған соң бетін жауып тынықтырып қоямыз. Осы аралықта енді салмасын дайындаймыз. Аздаған май құйып, тапамызға алдын ала турап алған пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Пиязды осылай майда етіп тураңыздар. Енді осының үстіне жұмыртқа саламыз да жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш себеміз. Салмамыз дайын болды. Енді қамырымыздың еуі қанып тұр. Осы қамырды енді майда бөліктерге бөлеміз. Енді дөңгелекті формаға келтіреміз. 15 штук шықты бұл жерде. Енді қолымызбен осылай жая отырып, ортасына біраз қасық салмамызды салып, жан-жағын самса сияқты жапсырып шығамыз. Қамырларыңыз жұқа болу керек, сонда шикі болмайды. Барлығын осылай жасап шығамыз. Салмасын әртүрлі етіп жасауға болады, піскен картошкамен, фаршпен. Менен тез дайын болсын дедім де, пияз жұмыртқамен істей салдым. Осының өзі керемет дәмді болып шықты. Міне, пирожкиміздің бәрі дайын болды. Енді алдын ала қызып тұрған майымызға пирожкилерімізді салып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіресіздер.
Екі бетін аударып отырып пісіріп аламыз қызарғанша. Міне пирожкилеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ұнап жатса тіркеліп кетіңіздер, сіздерден өтініш.